Бұл дорама туралы неге ешкім айтпайды? Бұл сөз айтпаған көп болған екен. Сонымен бастайық. Бас кейіпкер доктор Найджи, дәрігер Найджи. Бұл ауруханада жұмыс жасап жүреді, өте талантты хирург әрі өте мейірімді адам. Бір күні ауруханада үлкен жанжал болып, сонымен аурухана басшылары ойлана келе дәл осы дәрігерді кінәлі етіп, нақты айтсақ, сонымен оны жұмыстан шығарып жібереді. Өте қатты қапаланған дәрігер ойлана келе өз мақсатына жету үшін кейін ол түрме дәрігеріне айналады. Ал ол түрмеде қызмет етіп жүрген бір қызды кездестіреді. Ол қыз түрмеде жайдан жай жүрген жоқ. Неге? Өйткені дәл осы түрмеде оның бауыры болған еді, сотталған, алайда ол қандай да бір белгісіз жағдайларға байланысты жоғалып кетеді. Дәл осы қыз енді өзінің бауырын табу үшін осы түрмеде жүреді. Дәл осы екеуі бірігіп көптеген істердің басын ашады. Егер де сіздерге медицина және детектив жанрындағы дорамалар ұнаса, дәл осы дораманы көруге кеңес беремін. Дораманың аты «Тюремный врач».